Ассалаумағалейкум. Менің есімім Бегмұрат болады. Осы Бәйдібек ауданы тумасымын. Қазат ауылының баласымын. Көкпар әлемінде жүріп, осы Құда қаласа бір 2-3 жылдың көлемі болды. Бұрында ат шаптырғанбыз. Қазықта 1-2 айғыр болатын бала күнімізден. Өзімде көкпар арасында жүремін осы. Қазір таңда кеше Түркістан тоғырын алдық. Баққасқа деген атымыз бар, соған Түркістан тоғыры бұйырып, ауданның балдары соған берді. Құда қаласа қорамызда, қазығымызда бір 4-5 ат бар. Оның біреуі жұлдыз қара алды, оның арты тау жирен деген. Оған жаңа Азат деген інім бар. Сол мінет алдына, артынан Мағжан деген інім бар. Қазат ауылының балдары бәрі. Жұлдыз қара Ағмешіт ауылында көкпар болған, сода беташар салымын салып 100 мың теңгеге. Одан да басқа қомақты салымдарды салып жатыр, өгіз өлділерді. Ортасында салымдарды салып жатыр. Сосын Жуан торы деген айғырымыз бар. Алды сол Жуан торы, оның арты Баққасқа. Жуан торыға Нұрғалым деген інім мінет өзімнің. Одан кейін Талғат деген ініміз бар, тағы Баққасқаға мінет. Сол екеуі Құда қаласа биыл Бәйдібек атада жақсы салымдарды салды. Шаяндағы болып жатқан көкпарлардың өгіз өлдісін, беташарын барлығын салды. 200 мың теңгеге дейін. Түйеге салып жатыр, тоғызға салып жатыр. Атқа қарап отқан өзім қара шаңырақтағы бауырым Нұрболат деген. Нөна деп танылады есімі. Тағы Санжар деген ініміз бар, сол екеуі қарайды өздері. Солар шаптырып, сол екеуі қарап отыр қазір осы аттарға. Жалпы жақсы көкпар деген. Алдағы жоспарларымызда аттарымызға шілдеде тұр. Құда қаласа осы шілдеден жақсылап бағып, шығарып, солар суытып, Құда қаласа күзге қарай үлкен тойларға шықсақ па деп жатырық. Жалпы тойларға да шығып жатырық қой. Бұйырған жерден салым сап келіп жатыр балдар. Құда қаласа жаңа аттар, жаңа атымыз бар, тағы да бір торы. Соны да Құда қаласа биыл көкпарға үйретіп, олардан Құда қаласа үміт күтіп отырып біраз. Жалпы биыл тойға шығамыз деген үміттеміз, жоспарымыз солай. Аттарымыз жақсылап шілдеден бағып, суытып, әдемілеп Құда қаласа. Ассалаумағалейкум. Есімім Шалдарбек Нұрболат. Бала кезден осы көкпарға қызығып ат ұстап, атқа шауып, ағам демеуші Шалдарбек Бегмұрат. Биылғы жылы 25-26-ның үздік атбегісі атандық. Аллаға шүкір оғанда. Біз Баққасқа, ол 9 жасар. Түлкібас ауданында Мелдебек қарияның Таура деген атының бел баласы. Бойы 1,55. Биылғы жыл үздік атанды 2025-26. Өзіміздің ініміз Талғат палуан шабады. Осы бүгін Сақбозында беташарларын салып жүрген Талғат, Сәбит деген ағаларымыздың үлкен ас беріп, көкпар бергенде беташарын ақырын алдын салған ат Баққасқа деген атымыз. Мынау Жуан торы деген ат, бұл Жуалы ауданынан келген. Қазір үйірден келді. Бір жетінің жобасы болды. Бойы 1,60. Жаңа Баққасқа атымыздың алды бұл. Нұрғалым палуан мінет бұны. Өзіміздің ініміз. Шілде жемде тұр бұл. Осы үйірден келді жаңадан. 2 жыл болып еді үйірге жібермегенімізге. Биыл демалдырып алайық, тұқымын алайық деп. Мынау өзіміздің қазымызға 1 жылдан асты келгеніне жұлдыз қара есімі. Үлкен тойларда салым болып жүр. Оны Елікбай Азат деген палуан шабады. Жасы 7 жасар. Ой 1,62, 1,63 со жоба. Айтып өткен Баққасқамыздың балдары 2 жасар. Енді Құдай қаласа келесі жылы 27-нің бас жағында жай салып көреміз. Жасөспірім Тұрантұғыр иегері болған Баққасқаның ел баласы бұл да. Алтын қасқа аты. Бұл да 2 жасар. Құдай қаласа бұны артын қатқа тәрбиелеп неғып жатырық. Өз Баққасқа сияқты мінезді. Мынау өзімізге қазымызға жаңадан біткен ат. Құдай қаласа
биыл көрсетеміз деп отырық. 2023-тің құлыны есімі Дизель, шілдеде тұр. Бұл түбі Нұрсейіт Байбатшадан шыққан. Бұл тау жирен деген атымыз, жаңа жұлдыз қара деген атты көрсеттім ғой. Соның артынғы арты. Бұл да 1-7 болды үйірден келгеніне. Құдай қаласа шілде жемде тұр. Сентябрьге дейін шілде жемде тұрып. Бұл да жақсы тойларда, жақсы салымдарға салып, көзге көрініп жүрген ат. Бұны жаңа Айбек, Мағжан деген інілеріміз бар. Солар мініп ең киіп. Құдай қаласа биыл тұқымын алайық деп, осын биыл үйірге жіберіп алдық.